Көксу арасан тамшы бұлақ. Ертеде текесте бір кедей жігіттің жақсы аты болыпты. Өзінде 1000 жылқысы болса да, кедейдің жалғыз жақсы атына қызғаныш білдіріп бір бай таласыпты. Жігіт атын бермеген соң, оның үстінен биге шағым жасайды. Би мен бай астасып, жігітті қудалап, жазалауға кіріседі. Бұл өңірде тұрақтап тұру мүмкін болмасын білген жігіт сүйген жары Гүлсімай деген қызбен екеуі қашып, Көксудың басы Арасан мен Аршалы өңіріне барып мекендейді. Гүлсімайды тоқалды қалмақ болып, құдаласқан қаусаған шал өз жайына қала беріпті. Жігіт пен қыз бір күні аң аулап тау басына шыққанда бұларға бір алып, айдаһар кез болып, мылтық қылышымен қарсыласқанына қоймай жігітті жұтып қойыпты. Мұны көріп шошынып қашқан қыз қорымен еңіс құлап домалайды. Бұл құбылысты көріп отырған бір аңшы жігіт жалмажан жетіп барып қызды құтқарады. Есіне келген соң қызды ел ішіне алып жүрмек болғанда қыздың мініп жүрген аты қашады. Атты ұстамақ болып аңшы жігіт артынан кетеді. Сол кезде қыз ауыр қиялға батады. Басына келген ауыр қайғы қасіретке сүйкімді де сүйікті жарының артында қалғанына құсаланады. Дүниеде тірі жүруім қажетсіз деген тұжырымға келеді де, өзін құзар шыңнан тастап дүние салады. Әлден уақыттан соң атты ұстап аңшы жігіт келсе, қыз жоқ, іздеп жүріп қыздың сүйегін тауып алады. Өкініш білдірген аңшы жігіт қыздың сүйегін жерлеп ауылына қайтады. Осы арада қызға арнап Гүлсімай деген әнін шығарыпты. Ауылым көшті Көксудың аңғарына, сұлудың сөз айтайын заңғарына. Құлан текті домалап құлап түсіп не болдың Аршалының аңғарында. Ойпырымай, Гүлсімай, көрген күнің құрсынай, меңіреу шал мейман боп жүр өз алдына, қайранмын Қалқатайдың хал жайына. Өмірден жарық көрмей өткеніңді Құдайдан сұрап көрдім жалбарына. Әттең шіркін, Гүлсімай, көрген күнің құрсынай, Гүлсімай, Гүлсімай, көрген күнің құрсынай. Осы оқиғаға байланысты айдаһардың денесімен Көксу Арасаны пайда болыпты. Қыздың көз жасымен тамшы бұлақ, одан Көксу өзені пайда болыпты. Елдос Тоқтарбай мен Ерасыл Толымбекұлының Жетісу өңірінің аңыз әңгімелері кітабынан.